Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі қылып пеште асқабақпен ораман нан дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны, шымшым тұзды және суымызды құйып, араластырып, ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ қылып қамыр бастырамыз. Мінекей үстіне 3 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Қайтадан жақсылап, ұнымыздың барлығын басын біріктіріп, жұмсақ қылып қамыр бастырамыз. Және 30 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Асқабағымызды жуып тазалап, сыртын барлығын ашып, осылай дайындап аламыз. Сонан соң оларды барлығын үккіштен өткіземіз. Енді үстіне пиязымызды, тұзымызды, қара бұршымызды салып, араластырып дайындап қоямыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды екіге бөліп, жұқа қылып қамырымызды жайып аламыз. Майымызды алдын ала ертіп аламыз. Мінекей осылай бір тегіс жағып шығамыз. Енді үстіне салмамызды саламыз. Салмамыздың барлығын салмаймыз, жартысын алып қаламыз. Қолымызбен бір тегістеп, осылай жасап шығамыз. Менде тартылған ет болған соң піскен ет. Осылай арасына дәм беру үшін салдым. Бұл міндетті емес, тек асқабақпен жасасаңыздар да болады. Осылай орап аламыз. Табамызды майлаймыз, жақсылап майлаймыз, себебі біздің қамырымыз жұқа жайылған соң жабысып қалуы мүмкін. Екінші қамырымызды да дәл солай жұқа қылып жайып, майымызды бір тегіс жағып аламыз. Салмамызды салып, орап аламыз. Осы кезде біз пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30-40 минут пісірсеңіздер болады. Мінекей осылай екінші қамырымызды да жалғап шығамыз. Үстінен қолымызбен басып, жылтырлап, әдемі қызыл болып пісу үшін жұмыртқамызға 3 ас қасық сүтімізді құйып, бір тегіс жағамыз. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Мінекей дайын болды. Өте әдемі, дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Дәмі ерекше шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сіздермен Фариза.